Бүгін Атырау облысы әкімдігі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссиясы, сонымен қатар білім беру басқармасы және де облыстық іскер әйелдер қауымдастығы бірге айналайын қазақтың қыздарына атты арулар сайысын ұйымдастыруда. Бұл сайыстың өзге мисстерден ерекшелігі қазақтың ұлттық мәдениетін арттыру және қазақы инабаттылықты қалыптастыру. Инабаттылық отбасынан басталады. Оқуға келгенде қыз бала сол тәрбиені сақтайды, не шашып алады. Қазіргі қыздардың етек жеңін жинап жүру үшін бұл сайыстың берері мол. Сондықтан да шара құрылымына ұлттық мәдениеттің бояуы сіңдірілген. 16 қатысушыға қаржылай қолдау көрсеткен үшін 16 колледждің басшылығына алғыс жаудырамыз. Кәсіптік техникалық оқу орындарында білім алып жүрген студенттер дәл қазір кезең-кезеңмен сайысқа түсуде. Бірінші кезеңде олар ұлттық киім киіп, өз өнерлерін ортаға салады. Ал екінші кезеңде сұрақтарға жауап береді, яғни ой өрісінің дамуын көрсетеді. Үшінші кезеңде олар өз таңдаған мамандығының болашағын дефиле арқылы суреттейді. Сұлулық тәжі үшін талас әп дегеннен қоюланды. Байқаудың талаптары қиыннан қиыстырылған. Тал бойына сұлулықты ұштастырған қыздарымыз өзін-өзі топта ұстауды ғана емес, іскерлік қарым-қатынасын, жаңашылдыққа көзқарасын, сөйлеу мәнерін, мақал-мәтелге түсінігін байқатты. Мақсатыңыз байқауға түсуде? Армысыздар, құрметті Жас ТВ көрермендері. Бүгін міне айналайын қазақтың қыздарына атты конкурс болып жатыр. Сонда номері бірінші участницамын. Әрине жақсы өтіп жатыр, қызу өтіп жатыр деп ойлаймын. Әрине ұлттық қазақ ару өтіп жатырған ол әрине дұрыс. Себебі біз қыздардың бәрі болашақ ана болғандықтан соларға үлгі болады деп есептеймін. Әрине қазақ болғасын, қазақтар дейтін ашық-шашық киінбейді ол қыздары. Ол баяғыдан ата бабамыздан келе жатқан салт болғандықтан жабық түрде бәрі өзіміздің мамандығымызға байланысты сән көрсету үлгісі қазір болады. Онда біз өз мамандығымыз, мысалға мен әртіс болсам, әртістік киіммен өзімді халыққа таныстыруым керек. Яғни өзімді көрсетуім керек. Аруларымыз 2 сағатқа жуық уақыттың ішінде 2 конкурсқа қатысып үлгерді. Қазір 3-ші кезең болып жатыр. Бұл кезеңде олар дефиле арқылы өз таңдаған мамандықтарына сипаттама береді. Яғни қысқаша көрініс арқылы мамандықтарының негізгі элементтеріне, қызметіне тоқталып, оларды ашып көрсету керек. Өткен шығарылымда Мәдина Нұрланқыз жөнінде мағлұмат берген еді. Бүгін Мәдина әр қырынан ашылды. Қазақ қыздың ажарын қара өлеңмен әрлендірді. Қазақ қызына тән пәктікті әдемі әдеби көрініспен көрсетті. Сәтке салған мақал сайысында мәтелдердің мәнін талдады. Қарсыластарда осал болмады. Бірінші орынды медициналық колледжден келген Үміт Өтекеева иеленді. Екінші жүлде талғамы биік Әлия Бейсеноваға бұйырды. Аудандардан келген арулар да құралақан қайтпады. Құлсары гуманитарлық колледжі 3-ші. Алда әлі асу бар. Мәдинаны бас жүлдемен құттықтаймыз. Тұңғыш өткен колледж аралық қазақы арулар байқауы жалғасын тапсын.